Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін отанында ең сұранысқа ие актерлардың бірі, тіпті Түркия киносының болашағы деп сыртынан атайтын түрік актері Барыш Ардуч жайлы айтатын боламын. Актер Швейцарияда дүниеге келген. Ол әйелі босанғанда түсірілімді тоқтатып, 2 апта үйінде әйелі мен қызының жанында болды. Ол сәтті бір фильмнің арқасында 17 марапатқа ие болды. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться бастырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Көрермендер Барыштың актерлік шеберлігін, оның органикалық және экрандағы табиғилығын бағалайды. Актер комедиялық және драмалық рөлдерге оңай үйренеді. Заманауи және тарихи бейнелерде өзін сенімді ұстанады. Ол 1987 жылы 9 қазанда Түркияның мәдени және өнеркәсіптік орталығы Стамбулда туылған деп көрсетілген. Дегенмен ол Швейцарияда дүниеге келген. Ербол есімді әкесі, анасы Гүлай, ұлты бойынша албандар. 2 ағасы бар, Онур және Мерт. Бала кезінде олар отбасымен бірге Түркияға Алдапазары қаласына көшіп келген. Ұлдары лайықты білім алу үшін ата-аналары сосын Стамбулға қоныстануға шешім қабылдаған. Барыш мектепте ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгере алды. Сонымен қатар жас жігіт испан және албан тілдерін білді. Жасөспірім кезінде Барыш спортпен шұғылданып, футбол, баскетбол, гандбол, жүзумен айналысты. Жетілу сертификатын алғаннан кейін ол спорт академиясына оқуға түсті, бірақ ол жерде бір ғана курс оқыды. Содан ол Стамбул консерваториясында актерлік факультетте оқи бастады. Садри Алшик театрында драматургия курсында шеберлігін шыңдады. Актердің шығармашылық өмірбаянының алғашқы беттері театр сахнасында басталды, ал көп ұзамай түсірілім алаңында қабілетін сынап көруді шешті. Жас актер шақырылған алғашқы фильм «Жеті дос» туралы романтикалық комедия болды. Комедия көрермендердің көңілінен шықты, ал 1 маусымнан кейін екіншісі түсірілді. Дебют сәтті өтті және тартымды актер басқа жобаларға шақырыла бастады. Көп ұзамай актер «Жойғыш» және «Мен үшін уайымдама» фильмдерінде ойнады. Онда романтикалық кейіпкердің рөлін алды. Сондықтан ол лирикалық комедияларда, драмаларда және мелодрамаларда ойнады. 2014 жылы актердің кино қоржыны 1-2 толық метражды жобамен толықты. Тек сен мелодрамасы және Дилиха комедиясы. 1 жылдан кейін Ракон драмалық сериалысында 10 жыл түрмеде отырған адамның үйіне оралу туралы жұмыс басталды. Сондай-ақ актер отбасы үшін заң сериясын түсіруге қатысты. Онда оның серіктесі Ханде Догандемир болды. Барыштың қатысуымен 2005 жылы алғаш рет шыққан «Жалға алынған махаббат» комедиялық мелодрамасы бірден танымал болды. Өмірдің рөлі актерді Түркиядан тыс жерлерде де танымал етті. Сериал Ресейде және Украинада бағаланды, ал ондағы Элчин Сангумен дуэт түрік киносындағы ең жарқын және романтикалық деп аталды. Махаббат хикаясынан басқа фильмнің сюжетіне түрік актерлары Салих Бадемжи, Дергиз Кумбусар, Осман Акча жасаған көптеген күлкілі көріністер қосылды. Телевизиялық фильмдегі жұмыс үшін актер 17 марапатқа ие болды. Көбелек, Алтын линза, Космополишн журналының сыйлықтары және Жұлдыздар теледидары газеті бар. 2015 және 2016 жылдары актер журналдың түрік басылымының рейтингі бойынша 2 рет жылдың үздік адамы атанды. 2017 жылы «Менімен бірге бол» комедиясының премьерасы өтті. Барыштың фильмдегі серіктесі тағы да Элчин Сангу болды. Ерлі-зайыптылар «Махаббат жалға алу» сериясының пайда болуымен толқындар тудырды. Және продюсерлар бұл тәжірибе түрік киносына тән болмаса да танымал артистерді жаңа жобаға қайта қосуға шешім қабылдады. Әсіресе фильм үшін олар клип түсірді. Дуэт көптеген оң пікірлер жинады. Бір қызығы, бұған дейін актер музыкаға қызығушылық танытпаған. 2019 жыл «Қарға» сериясының шығуымен ерекшеленді. Онда Барыш басты рөлді ойнады. Сондай-ақ түсірілімге Бурджу Бириджик, Хатиджи Аслан, Жанер Шахин, Ахсен Эроглу және басқалар қатысты. 2020 жылы актер үшін қарқынды өтті. Барыш 3 маусымда түсіру үшін Чукур сериясының кастасына қосылды. 2021 жылы Барыш тағы бір жобада басты рөлді ойнады. Алпарслан тарихи драмасы. Бұл рөл актерді мансаптағы жаңа деңгейге көтерді. Таспа 2021 жылдың күзгі маусымының ең сәтті басталуы деп танылды. Әрбір жаңа серия 8-ден жоғары рейтингке ие болды. Барыш спортқа деген балалық махаббатын әлі күнге дейін сақтап келеді. Актерлік мансабының алғашқы жылдарында ол Бейкоз спорт клубында су құтқарушылар тобында қызмет етті. Актер өмірде жанкүйерлермен қарым-қатынасқа өте ашық. Оның атынан ресми сайт, әлеуметтік желілердегі парақшалар жұмыс істейді. Ол сондай-ақ қайырымдылық акциялары мен концерттерге жиі қатысады. Олардың қаражаты онкологиялық науқастарды емдеуге жұмсалады.
Барыштың тартымды ерекшеліктері мен спорттық фигурасы бар. Бойы 182, салмағы 82 кг. Барыш 2014 жылдан бастап Дилиха мелодрамасында бірге ойнаған актриса Гупсе Озаймен кездесе бастады. Актерлар әлеуметтік кештерде және демалыс кезінде бірге пайда болды. Кейінірек бірге өмір сүре бастады. Ерлі-зайыптылар тұрғылықты жерін жиі өзгертіп, көзге көрінбейтін пәтерлерді таңдады. 2020 жылы олардың үйлену тойы туралы ақпарат пайда болды. Олар кейін шынымен де үйленді. Гупсе актердің ресми әйелі болды. Рәсім қарапайым түрде өтті, өйткені карантинге байланысты барлық достарды жинау мүмкін болмады. Қалыңдық қысқа ақ көйлек пен кроссовканы таңдады. Олар үлкен мерекені кейінірек өткізуді жоспарлады. 2022 жылы ерлі-зайыптылардың отбасында сәби туылды. Азия деп есім берілген қыз өмірге келді. Бала туылғаннан кейін актриса фильмдегі жұмысын біраз уақытқа қалдыруға шешім қабылдады. Ал жұбайы, әйелі мен кішкентай қызымен үйде болу үшін 2 апта бойы түсірілімді тоқтатып үйінде болды. Қазір Барыш фильмдерде ойнауды жалғастыруда. 2023 жылы актер көрермендердің сүйіктісі Алп Арслан және клуб сериалдарының жалғасында ойнады. Актер әрдайым фильм түсірілімінен түскен пайданың бір бөлігін интернет дүкеніне салады. Ол дүкенді ағасымен бірге ашқан. Атақты актерға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.